Қайырлы күн, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Біз бүгін ерекше әдіспен өте дәмді самса дайындайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар. Бізге ең алдымен електе өткізілген ұн, содан соң мұздай сары май, содан соң суық су керек болады, 2 жұмыртқа және тұз керек. Ең алдымен біз суық суымызға тұзымызды саламыз да, тұзымыз ерігенше жақсылап тұрып араластырып алатын боламыз. Содан соң ұнның үстіне сары майды салып, қолымызбен ұнтақ жасайтын боламыз. Бізде сары май мен ұн бірігіп, ұнтақ болып шығу қажет. Міне біздің ұн мен сары майдан жасалған ұнтағымыз дайын. Содан соң оның үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз да, кішкентай күрекшенің көмегімен араластырып отырып, жаңағы салқын суымызды құйып отырып, барлығын біріктіретін боламыз. Міне осылай біздің қамырымыздың басы біріге бастағаннан соң қолымызбен қамыр илеп бастайтын боламыз. Және де біздің ұнымыз көрсетілген құрамнан аз болып жетпей жатса, қосымша ұн қосып жіберуімізге болады. Бізде жұмсақ қамыр пайда болады. Енді бұл қамырымызды алып, целлофанның ішіне салып, тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоятын боламыз. Енді самсамыздың салмасын дайындайтын боламыз. Менде бүгін салмасына майдалап туралған пияз, ет және дәміне қарай тұз, бұрыш қосатын боламын. Негізінде самсаның салмасына өздеріңіз қалауларыңыз бойынша не қосқыларыңыз келеді, соны қоса берсеңіздер болады. Мысалы, осы салманы жасап, картоп қосып жіберсеңіздер де болады. Сіздер мен секілді осы етпен, пиязбен ғана жасайтын болсаңыздар, еттеріңіз кішкене құрғақтау болса, кішкене су құйып жіберуімізге де болады. Жарты сағаттан соң қамырымызды тоңазытқыштан шығарып аламыз да, бөліктерге бөлетін боламыз. Мен бүгін самсаларым бірдей шығу үшін таразыға өлшеп алып, барлығын осылай бөлшектерге бөлетін боламын. Мен мысалы бір қамырды 47-45 грамдай етіп бөліп алған болатынмын. Міне осылай барлығын бөліп алғаннан соң әдемілеп дөңгелектеп шығатын боламыз. Негізінде самсаның формасын әртүрлі қылып жасай берсеңіздер болады. Мен бүгін сопақ қылып өріп жасайтын боламын. Сіздер дөңгелетіп, немесе 3 бұрышты етіп, 4 бұрышты етіп, әртүрлі етіп жасай берсеңіздер болады. Және қамырымыз біздің қолымызға кішкене жабысады. Сол үшін кішкене ұн қосып жаятын боламыз. Және қамырды жайғанда шетін жұқа қыламыз да, ортасын кішкене қалдырып, қалыңдау етіп қоятын боламыз. Ортасына салмасын салып, самсамызды түйуге кірісеміз. Мен бүгін тура видеодағыдай етіп түйген болатынмын. Қарап үйреніп алсаңыздар болады. Өте оңай әдіс деп ойлаймын. Міне самсаларымыздың барлығын осылай әп-әдемі етіп түйіп аламыз да, листімізге барлығын орналастырып болғаннан соң үстіне жұмыртқамызды салып, бетіне мак немесе күнжіт сеуіп қоямыз. Содан соң самсаларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 35-30 минуттай пісіріп алатын боламыз.
Міне осымен біздің самсаларымыз дайын болды. Қараңыздаршы, топ-томпақ болып, әп-әдем болып пісіп шықты. Міндетті түрде осы әдіспен дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады, және де қамыры да жұп-жұмсақ болып шығады. Барлықтарыңызға сәттілік. Сіздермен бірге болған Раушан. Менің каналыма тіркеліп, маған қолдау білдіріп отырыңыздар.